саған наурыз ұбытыда точно келетін мына геометрияны есен бірге шығайық. Конустың толық бетінің аудан тап дейді. Демек мен сендерге формула берем. Конустың толық бетінің аудан табу керек болса, сендер мына формулаға саласыңдар. Кіші радиустың квадратын үлкен радиустың квадратына қосып, келесі пи дейсіңдер де осы екі радиусты қосасыңдар. R ғой, осы жерде бізде енді L деген жасуашысына көбейте саласыңдар. Енді қарайық, жасуашысы бізге 12-ге тең, 30 градусқа қарсы жатқан қабырға мына тұрған гипотенузаның жартысын беретін болса, біздің гипотенузамыз 24-ге тең, ал оның жартысы үлкен R-іміз бізге 12-ге тең болады. Енді апарып мына формулаға қоя салсам жеткілікті. S толық бетінің ауданы тең болады пи 6-ның квадраты менде 36, 12-ның квадраты менде 144. Енді қосамын пи 2 жаңағы 6 мен 12-ні қосамыз, және одан кейін сыртына 12 деген жасуашысын көбейтеміз. Сол кезде менде қарайық, мына тұрған өрнектен 180 пи деген шығады. Келесі екінші тұрған өрнектен менде 216 пи деген шығады. Қосылған 216 пи. Енді 180-ге 216-ны қоссаңдар 396 пи деген мына біздің А жауабымыз дұрыс болады екен. Осындай наурыз ұбытыда келуі мүмкін есептерді біз 23 ақпан күні тегін эфирде талдаймыз жатырмыз. Ол үшін комментарийға плюс қалдыр.